Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет болып, дәмді болып шығатын Ташкент шайдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға жазылмаған болсаңыз, жазыла кетуді ұмытпаңыз. Біздің шайымызға қажетті заттар: науат, көк шай, қара шай, лимон және апельсин, қалауыңызша мята. Мен қолданған көк шайдың құрамында мята болды, сол себепті мятаны жеке қолданбадым. Егер сіз таза көк шай қолдансаңыз, мятаны жеке қосуыңызға болады. Сонымен ең алдымен шайнегімізге 1 шай қасық көк шайды, 1 шай қасық қара шайды және де кесілген 2-3 бөлік апельсин, 1-2 бөлік лимон және де көріп тұрғандарыңыздай науатты саламыз. Тәтті болсын десеңіз, бұдан да көбірек салсаңыздар болады. Және үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып 4-5 минутқа бұқтырып қоямыз. Бұл жерде мен қолданған көк шайдың қоспасында мята болды, сондықтан мен мятаны жеке қоспадым. Егер сізде таза көк шай болатын болса, мятаны қоссаңыз да болады. Бұл шайды қонақтарыңызға немесе ауыр тамақтан кейін ішсеңіздер, керемет болып қаласыздар. Қонақтарыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналыма жазылып, қоңырау белгішесін басып қойыңыздар. Бұдан кейін де шығатын рецепттерімді жоғалтып алмайсыздар. Және де каналымнан көптеген өздеріңізге пайдалы рецепттер таба аласыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ. Шайларыңыз дәмді болсын.